Ошақ театр сіздерге арнап, отбасы құндылығын сақтау, әке қадірін білу мақсатында дайындалған қазақтың тұңғыш көрнекті бала ағартушы педагогі Ыбырай Алтынсариннің әке мен бала әңгімесінің желісімен қойған қойылымын ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Bir күні әкесі мен баласы жаяу жолға шығады. Жазық далада соқпақ жолмен келе жатып, олар сынық тағанын жатқанын көреді. Балам, ана жерде жатқан тағаны көтеріп ала салшы. Ой, әке, сынып қалған тағаны қайтеміз? Әй, балам-ай, жарайды, өзім алайын. Мүмкін керек боп қалар, бір кәтеге жаратармын. Кеттік, жүр, көк базарға барайық, ұстаға көрсетейік. Мүмкін ол сатып алар. Сатып алса, қаншаға бағалар екен білейік. Жақсы, барсақ барайық базарға, әке, кеттік. Ассалаумағалейкум, ұста ағай. Уағалейкум уассалам, не бұйымтайыңыз бар? Мына ескі тағаны жолдан тауып алдым. Соны сізге сатсам деп ем. Бір іске жаратарсыз, қаншаға бағалайсыз? Таған жақсы екен, 3 тиынға алайын. Әкесі ол ақшаға шие сатып алады. Олар қайтадан жолға шығады. Өзен жағалап келе жатып, әкесі артындағы баласына әлсін мойнын бұрып қарап қояды. Тусын өзі бір шиені әдейі түсіріп алған болады. Жүзегі шиені көрген баласы оны алып жейді. Оның бұл қылығын байқап қалған әкесі шиені бір-бірлеп жол бойы тастап жүреді. Түскен шиені баласы көтеріп жей береді. Сөйтіп баласының бір емес 10 рет 10 рет тұрып шиені алып жегенін байқаған әкесі тоқтап баласына бұрылып былай дейді. Көрдің бе балам, бағана тағаны бір ғана үйлі алуға ерініп еді. Енді сол тағаға алған мына шиені аламын деп бір рет еңкемдің орнына 10 рет еңкейдім. Бұдан былай есінде болсын балам. Аз жұмысты қиынсыздан көп іске тап болар. Әке, бір ауыз сөзіңізді жерге тастап тіліңді алмадым, кешіріңізші, тыңдамағаным үшін. Сізге қарсы сөйлегенім үшін өкініп ұялып тұрмын. Менің қателігімді кешіріңізші, әке. Дәл сол сәтте бала өзіне ең жақын шын жанашыр жандарды, анасы мен әкесі отбасы екенін түсінеді. Әне, көрдіңдер ме балалар? Әке шешенің тапсырған жұмысын, айтқанын дер кезінде орындамасаң, көп қиындыққа тап боласың. Оқып білім алыңдар. Оқысаңдар балалар, шамнан шырақ жағылар деген Ыбырай Алтынсарин аталарың. Жалқаудың жаны тәтті, еңбектің наны тәтті. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деп Абай аталарың айтқандай, кер төгіп жұмыс істеңдер. Ерінбей, еңбек етіңдер. Ата әжелеріңнің, әке шешелеріңнің сөзін екетпей, айтқан ақылын тыңдап, оларды ренжітпей, қарсылық көрсетпей, жылы жанұяда, ұяда үйлеріңде тату тәтті өмір сүргенге не жетсін шіркін. Бала шағамыз, болашағымыз аман болсын, ұрпақтарымыз аман жүрсін. Әумин.